бұлақ бастау жер бетіне шығып жатқан табиғи жер асты су көзі. Ол таулы, қыратты аймақтарда, өзен, көл жағаларында жиі кездеседі. Бұлақ ылғалды жылдарда, көктемде қар ерігеннен кейінгі және жауын-шашынды кезеңдерде жер бетіне таяу жатқан судың деңгейінің көтерілуінен пайда болады. Қазақ халқы табиғатты қорғауды ұрпағына өнеге етіп қалдырған. Бұлақтардың қасиеттілігі жерді гүлдендіруді, тіршілікті сақтауды және көбейтуді мұрат еткен. Бұл арқылы жас ұрпақ табиғатқа қамқорлық жасауға, оның байлығын сақтап, келешек ұрпаққа жеткізуге тәрбиелеу болып саналады. Осындай бұлақтар Ақмола облысының өңірлерінде кездеседі. Атап айтсақ, Ораз бұлағы және Әулие бұлағы. Аталмыш екі бұлақ 2024 жылы Ақмола облысының аймақтық киелі жерлер қатарына енген болатын. Ораз бұлағы Көкше өңірінде Абылай ханның есімімен байланысты ханның қызыл ағашы, хан көлі, Абылай хан алаңы секілді топонимдер кездеседі. Осы жерде туып өскен Абылай ұрпақтарының есімдерімен байланысты. Ханның қызыл ағашы маңында орналасқан Ораз бұлағынан ел жұрт осы күнге дейін суын ішіп қолданады. Абылайдың жастық шағы туралы мынадай аңыз сақталған. Әкесі қайтыс болғаннан кейін оны Ораз атты сәуегей құтқарып қалады. Ол кезде 13 жаста болған Абылай біраз уақыт Дәулет деген байдың үйінде қарапайым жалшы болып жұмыс істейді. Содан кейін туысы Әбілмәмбет бидің қолында тұрады. Қарабауырдан Бурабайға қарай жүргенде жақын жерде Ораз бұлақ атты бұлақ кездеседі. Осы жерде Ораздың қыстауы болған деседі. Ертеден бұл тарихи орын Абылай ханды құлдықтан босатқан Ораз бұлағы деп аталады. Бұлақ маңында Ораз аталық жерленген зираты да бар. Ұрпақтарынан қойылған белгі таста. Қазақтың ең ұлы ханы Абылайды сәби шағынан өнерге, ерлік сайыстарға тәрбиелеген. 10 жастан асқан кезінде өз ғұмырын қатерге тігіп, жау қолына түсірмей құтқарып қалып, қалың қазақ еліне, Сары Арқа жеріне аман алып келген. Сол үшін Абылай хан өмір бойы баба деп ардақтап өткен Ораз аталық жатыр бұл жерде делінген. Қасиетті Ораз бұлағы Бурабай ауданына Абылай хан ауылдық округі қарасты Ескі Қарабауыр ауылы маңында орналасқан. Көкшетаудан Ораз бұлақ дейін Ақылбай ауылы арқылы 85 км құрайды. Әулие бұлақ сарқырамасы Исаковка ауылының маңында орман ішінде орналасқан. Аумағы жағынан Сандықтау ауданына қарайды. Аңыз бойынша бір кездері осы сарқыраманың маңында осы жерден ағып жатқан қасиетті бұлақтың суымен адамдардың ауруын емдеген қарт дәрігер өмір сүрген. Оның бұлағы жартастың үстінен түседі. Бұл Көкшетау мен Зеренді тұрғындарының сүйікті демалыс орны және зиярат орны болып саналады. Жергілікті тұрғындар бұл жерлердің қасиеттілігі ғасырлар бойы байқалады. Ақсақалдардың айтуынша, Ұлы Отан соғысы кезінде жергілікті жас жігіттер майданға осы жерден аттанған. Әулие тасының қасиеттілігіне сеніп, соғысқа аттанған жауынгерлер үйге аман есен оралады деп сенген болатын. Сарқыраманың биіктігі 12 метр.